Сәлем балақай, математика пәнінен бүгін біздер 58-ші сабақ өлшеу деген тақырыптағы тапсырмаларын орындайтын боламыз. Кәне оқу-оқытушы бірінші тапсырмаға назар аударайық. Әр жануардың массасын ата, массаларды өсу ретімен жаз. Массасы бұл яғни салмағы. Қарайтын болсақ суретке, бұл сиыр 100 кг, қой 20 кг, бұзау 60 кг, қаз 30 кг, ешкі 30 кг, тауық 2 кг, әтеш 4 кг, және мысық 5 кг, қоян 7 кг тұрады екен. Енді біздерге тапсырмада бұны өсу ретімен жаз деді. Өсу ретімен жаз дейтін болса, бұл кіші саннан жоғары үлкен санға қарай жазатын боламыз. Бұл жерде ең кішісі 2 кг, келесі келесі 3 кг, бұдан кейін 4 кг, 5 кг мысық, келесі 7 кг қоян, одан кейін 20 кг қой, одан кейін 30 кг ешкі, одан кейін 60 кг бұзау, одан кейін 100 кг сиыр. Келесі тапсырма. Математика күнделікті өмірде. Екінші тапсырма. Жануарларды массасының өсу ретіне қарай ата. Өсу ретіне қарай болатын болса, ең бірінші бұл 8 кг, қоян бірінші, екінші 20 кг түлкі, үшінші 30 кг қасқыр, төртінші 40 кг жолбарыс, бесінші 90 кг бұл аю. Өсу ретіне қарай атадық. Келесі тапсырма. Келесі тапсырмада аңдардың мекені қайда? Есептеп, ненің қай жерде мекендейтінін айт. Қане, есептеп көрейік. Алдымен 2 қосылған 6-8 кг. Келесі 7 қосылған 3 тең 10 кг. 100 кг азайтылған 10 кг тең 90 кг. 10 кг қосылған 10 кг тең 20 кг. Кәне 40 азайтылған 20 тең 20 кг. 40 кг, 50 кг азайтылған 40 кг тең 10 кг. Келесі 10 кг азайтылған 2 кг тең 8 кг. Және 50 қосылған 40 кг тең 90 кг. Кәне осының мәндері бойынша біздер әрбірінің аңдардың мекенін тауып алайық. Бұл қоянның үйшігі. Келесі аю 90 кг, аюдың апаны. Келесі 10 кг, одан кейін түлкінің мекені. Келесі тапсырма, төртінші математикалық ребустар. Сандарды тап. Кәне, ешкі мен қойдың қосындысы 70-ке тең екен. Яғни бұл 30 және 40 кг болуы мүмкін, иә. Одан кейін бұл 30 және 40 кг болатын болса, иттің салмағы 20 кг. Барлығын қосқан кезде бізде 90 болу керек. Сонда бұл жердегі иттің салмағы
салмағы тең 20 килограммға. Бұл жердегі сан 20 болады. Балақай, бүгінгі тапсырма аяқталды. Келесі сабақта күтемін. Сау бол.